Сәлем достар, Pinduoduo сайтын менімен бірге толық тегін үйренгіңіз келсе, каналға тіркеліп кетіңіз. Бүгінгі сабақта біз алдыңғы сабақтарда берілген ақпараттарды тағы бір пысықтап, қайталап, сондай-ақ сіздермен бірге бір товарға заказ салатын боламыз. Pinduoduo сайтына өздеріңіздің нөмірлеріңізбен тіркеліп, каргодан код алғаннан кейін заказ сала берсеңіздер болады. Адрес тіркеу туралы және де регистрация жайлы алдыңғы сабақтарда айтылған болатын. Мынау бізде Pinduoduo платформасының бастапқы беті. Белгілерді тағы бір қайталап шығайық. Ең бірінші тұрған будильник белгісі бұл скидкалардың уақыты. Әрбір товарға берілген скидканың өзінің аяқталу уақыттары бар. Екінші грузовик белгісі бұл бізде сапалы бренд товарлар. Төбесінде категориялары бар. Осы жерден таңдап, өте сапалы товарларды алсаңыздар болады. Товардың астындағы сары төртбұрышты белгілер ол флагман магазинінің белгісі болып табылады. Мына бір товарды ашып көрейік. Товардың астында 100% оригинал деп жазылған. Және де астында жасыл галочка тұр. Бұл товардың сапасына кепілдік берілетінін білдіреді. Қызыл домалақ, жасыл тоғай белгілері, оның бәрі бізде купондар, скидкаларды білдіреді. 9-9 деген ол тура жаңағыдай түрлі скидкалар мен товар алу жолдары. 4-9 ұянға дейін, 9-9, 19-9 ұянға дейін өте сапалы товарларды арзан бағада алсаңыздар болады. Енді жеке кабинетке өтейік. Бұл бізде өзіміздің жеке кабинет. Ең төбесінде телефон номеріміз тұр. Астындағы белгілер, бірінші тұрған кошелек белгісі ол товарыңыз оплатаны тосып тұр деген. Екіншісі товарыңызға төлем жасалды. Үшінші сағат белгісі товарыңыз жинақталып жатыр. Продавецке оплатаңыз түсіп, товарыңызды дайындап жатыр. Төртінші грузовик белгісі ол товарыңыз доставкаға жіберілді. Және бесінші склад белгісі товарыңыз складқа түсті деген мағынаны білдіреді. Міне грузовик белгісін ашатын болсам, менде осындай товарлар жолда. Және ең соңғы склад белгісі бұл жеткізілген товарлар. Енді товардың трек нөмірін көру үшін грузовик белгісіне басамыз. Осы жерде ең астында, әр товардың астында тағы да грузовик белгісі бар, жолақ бар. Жолақты ашқаннан кейін картаның астында нөмірлер тұр. Осы нөмір бізде товардың трек коды. Өздеріңіз код алған каргоның сайттары арқылы товарларыңызға отслежка жасап отыруларыңызға болады. Қай жерге келді, складта ма, жолда ма, шекарада ма, соның барлығын бақылап қарап отырсаңыздар болады. Товар складқа жеткізілгеннен кейін жасыл галочка пайда болады. Қайтадан грузовик белгісіне қайтып келетін болсақ, қарасаңыздар әр товардың астында 4 жазудан тұр. Ең бірінші жазу ол бізде более. Біріншісін басу арқылы қайтадан товар таңдау магазинге қарай өтетін боласыздар. Астындағы екінші жазу расширенный доставка. Біз оны қолдана бермейміз. Екінші ол бізде возврат жасау. Осы кнопканы басу арқылы товарға возврат жасата аласыздар. Үшіншісі логистиканы қарау. Жаңа ашылған логистика менде көрініп тұр. Товардың жеткізу жолдары картасы барлығы тұр.
Және де төртіншісі, товар алғаныңызға подтверждение жасау. Товарды әлі алған жоқпыз, сондықтан подтверждение жасамаймыз. Сатып алған бағаңыз, размері, барлығы осы арада көрініп тұратын болады. Астында тұрған сағаттары бар товардың суреті, ол мен жақында көрген товардың скидка уақытын көрсетіп тұр. Егер де осы уақыт аралығында пайдаланбасам, менде скидкам күйіп кететін болады. Достар, енді астында тұрған қызыл белгілерді қайталап шығайық. Бірінші тұрған ол бізде купон белгісі, бұл скидканы білдіреді. Сары жазумен тұрған уақыты бітуге таяу купондар, ал астында қызыл бағалары көрсетілген, ол өзіңіз активация жасау қажет купондарды білдіреді. Купондарды ашқаннан кейін оның пайдалану уақыттары шығатын болады. Мысалға, мына ручканы қарайын, 20 юанға дейін скидка алуға болады. Астындағы қызыл төртбұрышты жазудың үстінен басамын. Сонда купон менде қосылды. Печатымен купон ашылды. Негізгі бағасы 26,9 юаннан 6,9 юанға дейін төмендеп тұр. 20 юанға дейін скидка алуымызға болады. Купонның пайдалану уақыты шықты. Менде 23 сағат ішінде пайдаланбаса, бұл скидка күйіп кетеді. Осылай таңдап, өзіңізге қажет товардың купонын пайдалана бересіздер. Екінші тұрған ол бізде жүрекше белгісі, бұл избранныйды білдіреді. Pinduoduo платформасында корзина жоқ, өзімізге ұнаған заттардың барлығын избранныйға салып, артынан бірге төлем жасауға болады. Егер де бірнеше товарға бір уақытта төлем жасасаңыздар, онда доставкасы де бірдей уақыт аралығында жүретін болады. Жүрекшені ашайын, мұнда бірнеше товарлар тұр, өзіме ұнаған. Енді товарларды бір уақыт алу үшін осылай ұнаған товарға галочка қоямыз. Товарды таңдайын. Мұнда товардың размері таңдалмаған екен. Міндетті түрде товардың түсін, түрін, размерін таңдағаннан кейін барып, галочка қойылатын болады. Осылай таңдаймызда, астындағы қызыл сенекті басатын болсақ, бізде товар таңдалады. Міне, товардың размерін таңдағаннан кейін менде осылай галочка қойылды. Енді осы 3 затқа бірдей уақытта қазір оплата жасаймыз. Барлық бағасы көрсетілген, виза картам таңдалып тұр, 167 де 82 юанға шықты. Жандағы қызылды басамыз. Осылай толық бағасы шыққаннан кейін оплата жасап сатып ала бересіздер. Енді жүрекшенің жанындағы плюсік белгісі, ол біздің өзіміз жазылған подписанный магазиндер, магазиннің тиктоктары. Барлық өзіміз қараған магазиндер осында шығып тұрады. Табан белгісі өзіміз жақын арада қараған тауарлар. Қандай тауар іздедіңіздер, соның барлығы осы жерде шығып тұрады. Табанның жанындағы белгі ол возврат белгісі. Бұл жерден возвратқа берген товарларды көре аласыздар. Возвратыңыз қабылданды ма, ақшаңыз түсті ме, барлығы осы жерде көрініп тұрады. Мысалға, мен мына брелокқа возврат жасағанмын. Қабылданды ма көру үшін үстіндегі қызыл жазуды басамын оң жақтағы. Міне менде возврат қабылданған екен, себебі үстінде жасыл галочкасы тұр. Возврат жасау туралы алдыңғы сабақтарда толығымен айтылған болатын. Астындағы белгілер бізде
Pinduoduo сайтының өзінің белгілері, купондар, скидкалар. Ең астында геолокация белгісі, бұл белгілі бізде адрес тіркеу. Жандағы наушник белгісі операторлармен сөйлесу, егерде қандай да бір Pinduoduo платформасы бойынша түсініксіз сұрақтар болатын болса. Және ең соңғы ол настройка. Осы жерде өздеріңіздің профильдеріңізге настройка жасауларыңызға болады. Қазір сіздермен бір товарды бірге сатып алатын боламыз. Ол үшін мен избранныйға кірейін, жүрекшенің ішіне таңдап қойған товарға қараймыз. Бұл біздің өзіміздің лайк басқан, яғни избранныйға салған товарлар. Мына көйлекті таңдайын. Бұл жерде 269 юан болған екен, бастапқы бағасы, қазір 69,8 юанға тұр. Сатылым саны 2366, жақсы. Товардың өзінің комментария аз болғанмен, магазиннің рейтингісі жақсы, 4,5 жұлдыз, 9800 сатып алушысы бар екен. Комментарийлары бар, шынайы отзывтары, фотолары барлығымен тұр. Енді бұл товарды сатып алу үшін астындағы ценникті бағасын басуымыз қажет. Астында бізде екі баға тұр. Біреуі ашық қызыл, екіншісі қою қызыл. Ашық қызыл ол жеке сатып алсаңыз, бағасы 73 юан болады. Ал егерде оптом алатын болсаңыз, 69,8 юанға сатып алуыңызға болады. Pinduoduo сайты бізге адамдарды автоматом жинастырып беретіндіктен біз әр қашанда оптом бағасын таңдаймыз. Арзанырақ бағаны басамыз, 69,8 юан. Енді осы жерден товардың түсін, размерін таңдаймыз. Мен бірінші түсті таңдадым, жасыл түсін. Размерный сеткасы түсіндірмесі жоқ екен. ML, XL, 2XL дейді. Енді осы менің салмағыма сәйкес келе ме? Соны білу үшін товардың бастапқы бетіне өтеміз. Астына қарай жылжытсақ, бізде размерный сетка шығу керек. Міне бізде размерный сетка. Осы жерде сіздің салмағыңызға қай размер сәйкес келетіні жазылған. Ең соңында салмақтары тұр. М размер 115 килограммға, 115 футқа сәйкес. Біз оны килограммға келдіру үшін 115-ті 2-ге бөлеміз. Сонда М размер, егер сіздің салмағыңыз 57 килограмм болса, дәл келеді дегенді білдіреді. Сондай-ақ L размер болса, 57-де 65 килограмм арасында, өйткені 130 деп тұр. Солай, осы жерде көрсетілген салмақтарды 2-ге бөліп, сәйкестендіріп таңдай бересіздер. Бұл жерде ең кіші размер М екен, сол размерді таңдайық. Ол үшін мен түсін таңдадым, размерін қойдым. Енді ең астындағы бағаның үстінен басамын. 69,8 юан. Банктың 3% комиссиясы қосылған кезде товардың жалпы сумасы 71,89 юанға шықты. Оплата жасаймын, қызылды басамын. Бұл жерде менде картаның арт жағындағы 3 таңбалы санды сұрап тұр. Сол код нөмірімізді жазамыз. Жаздық. Енді подтверждение жасаймыз. Болды, менде товар сатып алынды. Pinduoduo платформасының ең қолайлы жері юанды теңгеге айналдырып қажеті жоқ. Бізде ақша автоматты түрде алынатын болады. Өзіңіз үшін бағаны есептеу қажет болатын болса, товардың бағасын, яғни юанды 65-ке көбейтіп, есептеп алсаңыздар болады. Бізде жаңаға оплата жасаған товар екінші тұрған белгіге түсті. Продавец оплатаны күту деп әзірге.
Продавец оплатаны алғаннан кейін барып, бұл товар сағат белгісіне жинақталуға барады. Жинақталып, ары қарай грузовик белгісі, яғни доставкаға кетті дегенді білдіреді. Грузовик белгісі бар жерден біз өзіміз заказ берген товарларға отслежка жасап отыра аламыз. Мысал үшін бір товарды қарайын. Бірінші товардың ең астында жолақшада жазу бар. Соның үстінен басатын болсақ, товардың трек нөмірі, жүру жолы барлығы шығады. Товар доставкаға кетті.